Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге шие қосылған сүзбелі бәліштің рецептімен бөлісемін. Және сіздерге бір лайфхак айтамын. Қамырының дәл осындай жұп-жұмсақ болу құпиясымен бөлісемін. Барлық ингредиент описаниеда жазылған. Алдымен бір ыдысқа бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды, жұмыртқамызды, қантты салып, миксермен араластырып аламыз. Оның үстіне ұн мен қамыр қопсытқышты салып, осыны жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр жасаймыз. Қолға жабыспайтын өте нәзік қамырымыз дайын. Енді оны орап, бөлме температурасында қойып қоямыз. Оған дейін сүзбесін жасайық. Ол үшін сүзбемізге 2 жұмыртқамызды, қант және ванильді қант және 1,5 ас қасық манной крупа қосып, осыны блендермен жақсылап, түйіршіксіз етіп езіп аламыз. Енді пирог жасайтын формамызға қамырды жақсылап қолмен жайып, жан-жағын көтеріп, артық қалған қамырын видеодағыдай тағы да астына төсеп шықсаңыз болады. Және шанышқымен түбін және жан-жағын тесіп шығыңыз. Бұл қамырдың көтеріліп кетпеуі үшін керек. Және сүзбемізді құйып, қосатын кез келген жидекке 1 ас қасық жүгері крахмалын қосыңыз. Сонда сіздің жидегіңіздің суы ағып кетпейді. Және оны сүзбенің үстіне орналастырып, қызып тұрған пеште 150 градуста 45-40 минут пісіріп аламыз. Ал енді сіздерге айтар лайфхак: пирог піскеннен кейін пешіңізді сөндіресіз, пирогты алып шығасыз, жарты сағат суытамыз. Және жарты сағат пирог суығаннан кейін сөніп тұрған пешке қайтадан салып, 40 минуттай ұстасаңыз, қамырыңыз өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.